Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге ауызға салса еритін, өте дәмді, үйдегі бар қарапайым заттармен жасалынатын, өте оңай печенье жасайтын боламыз. Ал ендеше кеттік, видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап жасап көріңіздер. Бізге 2 дана жұмыртқа қажет болады. 2 дана жұмыртқа үстінен қант салып, венчиктің көмегімен ең әуелі жақсылап араластырып алатын боламыз. Қант пен жұмыртқамыз біркелкі масса болғанға дейін жақсылап араластырып, сонан соң сұйық майды құятын боламыз. Толық рецептісімен төменге описанияға жазып қалдырдым. Барлығын өлшеп жасаңыздар, сонда өте керемет болып шығады. Міне қараңыздар, бізде осындай сұйықтық дайын болды. Енді осының үстінен қамыр қопсытқыш, яғни разрыхителді саламыз. Және де алдын ала міндетті түрде еленген ұнымызды салып, қамыр илейтін боламыз. Бізде қолға жабыспайтын, өте жұмсақ қамыр дайын болды. Келесі кезекте бізге қажет күнжіт. Осы күнжітімізді печеньеге қолданамыз. Сол себепті оны қызартып қуырып алатын боламыз. Майсыз табаға астын орташа отқа қойып, үздіксіз араластырып отырып, күнжітімізді қызартып аламыз. Байқаңыздар, асты күйіп кетпесін, сол себепті үздіксіз араластырып тұрыңыздар. Міне дәл осылай. Сол сәтте жылдам араластырып тұрсаңыздар, барлығы біркелкі әдемі етіп қуырылады. Бұл печеньеға ерекше дәм беретін осы күнжітте. Мен өзім күнжітті өте жақсы көремін. Бұл печеньеға ерекше дәм беретін осы күнжіт дәл осылай қызартып қуырып алдым. Міне біздің күнжітіміз дайын. Келесі кезекте дайын болған қамырымызды ұзақ тұрғызбаймыз. Осы күнжітті қуырып алғанға дейін тұрса жеткілікті. Енді қамырымызды осылай қолымызбен кішкене созыңқы етіп созып аламыз. Және де бізге 1 дана жұмыртқаның ақуызы жеткілікті. Оған малып аламыз да, сосын күнжітке малып, дәл осылай ай тәріздес етіп қоятын боламыз. Барлығын дәл солай бірінші жұмыртқаның ақуызына, содан соң күнжітке малып алып, дәл осылай барлығын біркелкі етіп орналастырып шығамыз. Кішкене алыстау етіп қойыңыздар, өйткені печеньеларымыз піскеннен кейін ісіп көтеріліп шығады. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, қоңырау белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Міне барлығын осылай дайындап алдым. Осы сәтте пештеріңізді 170 немесе 180 градусқа қыздырып қойыңыздар. Өте жылдам дайын болады. 20-25 минут көлемінің ішінде пісіп шығады. Оған дейін біз қайнап тұрған суда немесе микроволновкада шоколадымызды ертіп алатын боламыз. Міне пісіп шыққан печеньелардың 2 шетін ғана осылай еріп тұрған шоколадқа малып аласыздар. Балалар өте қатты ұнады, әсіресе осы шоколад қосқан соң түрі де әдемі болады, дәмі де өте ерекше болып шығады. Дәл осылай тағы да малып, қатқанға дейін кішкене уақытқа қалдырып қоятын боламыз. Міне қараңыздар. Өте ерекше әрі өте дәмді болып шығады. Егер сіздер шоколад қоспасаңыздар да болады, шоколад қоспаса да ерекше дәмді, өте дәмді ауызға салса еритін печеньелардың бірі болып шығады. Міне қараңыздар. Міне барлығын осылай шоколадқа малып алдым. Негізі дәл осы рецепт бойынша дәл осындай 2 лист шығатын болады. Өте көп печенье болып шығады. Сол себепті жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Міне барлық печеньеларымызды осылай жайғастырып ұсынсаңыздар болады. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін, достар. Өте дәмді болып шығады. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырау белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған ләззат.